Балаларым ер жетті. Кәмелетке келіп, бірі жоғарғы оқу орнын бітіріп, өз кәсібімен жұмыс жасап жатса, екіншісі жоғарғы оқу орнына түсіп, ол да кетті. Мен жалғыз қалдым. Енді балаларым күнде менің қасымда болмайды. Енді олардың өздерінің ересек өмірі басталды. Енді көп күндер, апталар, айлар, жылдар жалғыз өмір сүретін боламын. Әрине, ағайын туыс бар, дос жарам бар, бірақ олар күнделікті қасымда болмайды ғой. Жасым болса 50-ге жақындады. Бұдан былай қалай дұрыс және бақытты болып, жалғыз өмір сүруге болатынын ойлап табуым керек. Қазірше білмеймін. Бірақ көлдің жағасында жүріп, жақсылап ойланайын. Өмір бойы балаларды бағу керек, ешкімнен кем қылмай, аяққа тұрғызу керек, оқыту керек. Қарны тоқ, киімі бүтін болсын деп, жұмыс жасап, жүгіре беріппін. Жаным не қалайды деп, өзіме өзім сұрақ қою, ойыма да келмепті. Білмеймін. Таптым. Білемін. Енді білемін. Бала кезімді еске түсірейін. Ол кезде жаным нені қалады? Есімде. Бала кезімде сурет салғанды өте жақсы көрдім. Сол жан қалауын жаңғыртайын енді. Сурет сала бастайын. Бір кездерде бауырларыма айтқан болатынмын. Мен сурет сала бастағанда әлемдегі ең бақытты адамдардың біріне айналамын деп. Сіздерге сырымды айтайын. Негізі менің арманым сурет салумен айналысу. Сурет салуды балалық шағымнан бері армандап келемін. Ендігі жоспар осы әдемі көлдің қасынан, осы ауылдан жер учаскасын алайын. Ол жерге әдемі де ыңғайлы үй соғып алайын. Бау-бақша егіп, тал өсірейін. Сөйтіп, әдемі табиғат пен таза ауада шығармашылық жұмыстарымды бастайын. Енді бұрынғыдай ала-сұрып ақша табу керек, балаларды асырау керек деп жүгіре бермейінше. Шығармашылық жанға, талантты жанға әдемілік керек, сұлулық керек, жан тыныштығы керек. Құдай қаласа, осы ауылда әдемлеп үйімді тұрғызып алсам, тыныштықта, әдемі табиғаттың аясында арманымды іске асыра бастаймын. Яғни, сурет сала бастайын. Олай болса, жаным, іске сәт.
Ал олай болса, жоспар құрайын, есеп қисап жасайын. Ал мына жерде үйімнің жоспарын сызып отырмын. Жоспар бойынша үй салуды бастап та кеттік. Өзбекстаннан құрылысшылар келді. Үйдің іргетасын қалап жатыр. Мәзбін. Үйдің іргетасы да қаланып бітті. Құрылысшылар үйдің қабырғаларын қалап тұрғызып жатыр. Үйдің жанындағы жер учаскасына бау ексем деп жоспарлап жатырмын. Мен де ағаш отырғызуды бастап кеттім. Еңбекқор әйелмін ғой. Әйтпесем осынша жерге ағаш егу оңай тірлік емес.
үйді айналдыра тал егу үшін шұңқырларды да қазып дайындап жатырмын. Жазда шілденің ыстығында көлеңке болсын деп тал еккім келеді. Көп тал еккім келеді. Себебі талдарды өте жақсы көремін. Алақай, үй тұрғызылып бітті. Бірақ ішінде ешқандай ремонт жоқ, яғни тек черновой болып тұр. Өзім пысықпын ғой енді, ештеңе етпейді бәрін. Ішіндегі құрылыс жұмыстарының бәрін өзім істеймін енді, өзім жасап олам. Себебі чистовой ремонтына құрылысшы жалдауға енді ақша жоқ қалмады. Сондықтан барлығын өзім өз қолыммен жасаймын. Құдайым күш қуат берсін енді өзіме. Ал енді әрі қарай ішкі жұмыстарының барлығын, яғни чистовой ремонтты қалай жасап жатқанымды видеоға түсіремін. Сөйтіп сіздермен бөлісетін боламын. Сондықтан осы арнаға тіркеліңіз, аямай лайк басыңыз. Себебі сіз лайк басқанда видео басқа қазақтарға да көрінетін болады. Қоңыраушаны да басып қойыңыз. Себебі келесі чистовой ремонт, яғни ішкі құрылыс жұмыстарын жасап жатқаным туралы бейне жазбаларым бірінші болып сізге көрінетін болады. Менің еңбегімді қолдап, пікір жазыңызшы, мәз боп қалайыншы. Тұрғандай тілі қатып, толқынға қарап